Брокколи денсаулыққа өте пайдалы көкөністердің бірі. Ол дәрумендер мен минералдарға бай. Әсіресе С дәрумені, К дәрумені, темір, калий және талшық көп мөлшерде кездеседі. Брокколидің тағы қандай пайдасы бар? Сол жайлы бүгін әңгіме қозғайтын боламын. Сондықтан арнадан алыстамай, соңына дейін видеоны қараңыздар және арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Брокколи иммунитетті күшейтеді, жүрек қан тамырлары жүйесіне пайдалы әсер етеді және ағзаны зиянды токсиндерден тазартады. Сонымен қатар оның құрамындағы антиоксиданттар қатерлі ісік ауруларының алдын алуға көмектеседі. Бұл көкөніс асқазанға жеңіл, калориясы төмен, сол себепті арықтағысы келетін жандар үшін таптырмас тағам. Брокколиді буға пісіріп салатқа қосуға немесе түрлі тағамдарға қосымша ретінде пайдалануға болады. Егер сіз өз денсаулығыңызды ойласаңыз, брокколиді күнделікті ас мәзіріңізге енгізуге тырысыңыз. Ол ағзаңызға күш-қуат береді, теріні жақсартады, әрі жас көрінуге көмектеседі. Брокколи крестгүлді көкөністер тобына жататын өте құнды өнім. Оның құрамында ағзаға қажетті көптеген пайдалы заттар бар. С дәрумені иммунитетті күшейтеді, теріні, сүйек пен тісті нығайтады. К дәрумені қанды ұйытуға көмектеседі және сүйек тінінің саулығын қамтамасыз етеді. Фолий қышқылы әсіресе жүкті әйелдер үшін маңызды, нәрестенің жүйке жүйесінің дұрыс дамуына әсер етеді. Калий жүрек пен бұлшық еттің дұрыс жұмыс істеуіне қажет. Темір қан аздықтың алдын алады. Талшық ас қорыту жүйесін жақсартып, ішектің дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Брокколидің ерекше қасиеттері: құрамдағы сульфорафан деген зат қатерлі ісік жасушалармен күресуге көмектеседі. Бұл зат ағзадағы қабыну үдерістерін де азайтады. Брокколи қант деңгейін тұрақтандырады. Бұл диабетке шалдыққан адамдар үшін өте маңызды. Сондай-ақ бауырды тазартуға, зиянды токсиндерді шығаруға көмектеседі. Тағы бір қасиеті көздің көру қабілетін жақсартады, себебі құрамында лютеин мен зеаксантин деген бар. Тері мен шаштың жағдайын жақсартады. Бұл оны табиғи сұлулық құралы етеді. Брокколиді жалпы қалай тұтынуға болады? Ең пайдалы тәсіл буға пісіру немесе аз уақыт қуыру. Осылайша барлық дәрумендер сақталады. Оны салаттарға, смузиге, сорпаға, гарнир ретінде пайдалануға болады. Балаға да, ересекке де жарайды. Бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер сізге ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және өз сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, төмендегі комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ем болсын.